Сәлем достар, мен бүгін сіздерге таңғы асқа керемет дәмді оладьки пісірудің әдісімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 150 грамм шекер және жарты шай қасық тұз қажет болады. Үшеуін араластырып, жақсылап венчикпен взбить етіп аламыз, жақсылап араластырып, және 150-200 грамм айранды обязательно жылытып аламыз. Жылы күйінде, ысып кетпеу керек, салқында болмау керек. Және де 200 грамм ұнды електен өткізіп, үстіне аз-аздан қосып, венчикпен араластырып отырамыз. Яғни ұнымызды електен өткізсек, біздің қамырымыз түйіршік болып қалмайды. Сол себепті електен өткізген жақсы. Мінекей тура осы видеода көріп тұрғандарыңыздай қылып венчикпен жақсылап бәрін араластырып алдық. Енді дайын болған қамырдың үстіне жарты шай қасықпен ас содасын қосып, жақсылап оны араластырып аламыз. Бұл жерде қамырдың тестасы сәл өзгеріске ұшырайды, себебі сода қосылғаннан соң. Мінекей қоспамыз дайын. Енді табаның бетін ғана жабатын сұйық май құйып, майды жақсылап қыздырып аламыз. Егер сіздер майыңызды қыздырмасы салатын болсаңыздар, қоспаны майдың барлығын сорып өзіне сіңіріп алатын болады. Сол себепті майды жақсылап қыздырған жақсы. Және алаудың асты да өте қатты қызып кетпеу керек. Мінекей, дәл осылай қасықпен, үлкен ас қасықпен өздеріңізге ұнаған формада құйып шығасыздар. Және де бетін жауып қоямыз. Бетін жапсаңыздар, арасы жақсы піседі. Алаудың асты өте қатты болмау керек. Міне қамырдың өзінде де сәл өзгерістер пайда болады. Арқасы осылай қызыл болып піскен кезде екінші бетіне төңкеріп, яғни аударып аламыз. Және дайын болған оладьиктерімізді қағаз салфетканың үстіне қойып, майын сорғытып алуға да болады. Арасы өте әдемі піскен. Сіздер бұны шоколадны пастамен, я болмаса варенье тосаптармен, әсел жағып та жеулеріңізге болады. Таңғы асқа керемет ас. Мінекей менің кішкентай ғана дегустаторым. Мен бұл жерде оны әдемі қаймақпен, дәмді тосаппен араластырып, қызыма осылай шай беремін.